Балалар, бүгін жаратылыстану сабағынан біз сабақ өтеміз, Біз өткен тақырыпта не туралы өттік? Су туралы, Бүгін сол су туралы тақырыпты әрі қарай өрбітетін боламыз. Ол үшін бізге балалар әртүрлі зерттеу жұмыстарын жүргізуіміз керек, Енді сабақты бастамас бұрын кішкене өзіміздің орнымыздан тұрып, психологиялық айлық жасап жүрейік кішкене. Концертінде шірейік бәріміз. Қайырлы күн болсын, бүгін күнінде сәттілікке толсын. Біздің арманымыз тілек-тілекке толсын. Тамаша, жарайсыңдар. Көңіл-күйлер қалай? Жақсы. Өте тамаша. Балалар, енді қазір біз бүгінгі сабақ бойынша тапсырмалар орындайық. Енді балалар, су дегеніміз не өзі? Су біздің тіршілігіміз. Кім сұраққа жауап береді? Қалшын? Су біздің тіршілігіміз. Су біздің табиғат берген сыйы. Тамаша. Онда бүгінгі біздің оқу мақсатымыз сабақта не үйренеміз сол туралы айтайық. Бүгін біз балалар судың негізгі табиғи көздерін салыстырамыз. Екіншіден, суды тазартуға арналған фильтрдің моделін құрастырамыз. Үшінші, судың тіршілік үшін маңыздылығын зерттейміз және талдаймыз балалар. Түсінікті ме? Бүгінгі жұмыс бізде осылай. Енді кішкене ойға шабу, ой қозғау болсын. Сұрақ, жұмбақ жасырам. Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныш тұрмайды. Сақтамасам қорын тек, барлық тірлік қурайды. Су көздері екен. Тамаша, су көздері. Су болмаса бізде тіршілік болмайды. Тамаша, жарайсыңдар. Енді қараңдаршы балалар, шөлдердің саған не керек? Су керек. Шөл дегенде бізге су қажет. Адам неше күн сусыз өмір сүреді? Жеті күн. Тамаша, Рамазан, өте тамаша. Су адамның тіршілігі үшін қажет сұйық зат екен, Ендеше балалар, біз осы су көздерін біз қайдан аламыз, қайдан көріп жүрміз, сол туралы бүгін алғабас ойынын ойнайық. Кім шығады маған? Кел сенен. Келе ғой, мұнда кел. Мына жерде не көріп тұрмыз балалар? Аяқ іздерді. Яғни бұл жерде саған сұрақ қойылады. Су, табиғи су көздерін атау керекпіз. Қандай көздер бар? Жаңағы аяқтың ізін басқанда бір су көзін айту керекпіз. Бастай ғой. Теңіз. Теңіз. Тамаша. Тағы. Айтамыз. Су қайдан шығады? Көлден. Тағы да. Мұхит, құдық, тағы да, арық, теңіз, айтылды жаңа, тағы да, бұлақ. Тағы неден аламыз? Хауыз дедік па кеше? Хауыздан аламыз және жылғадан алады дейміз. Тамаша, тағы кім шығады? Картоптан шықсын, кел Амина. Кәм су көздер қантамыз, табиғи су көздер. Көлден кейін. Тағы не бар? Қандай сулар? Теңіз, дұрыс, тағы да. Бұлақ, тамаша, тағы. Арық. Артизаннан аламыз ба суды? Аламыз ғой, саған жер астынан су. Тағы да. Жылдам кел, тез-тез біреу енді. Әдемірек, ең кішісінен бастайықшы, ең кішкентай. Үйден алынатын судан айтайықшы. Құрақа, құдық, көл, арық, тағы. Арық, бұлақ, хауыз, тағы. Жылға, мұхит, және теңіз. Түсіндік па? Табиғи көздерін түсіндік па? Тамаша, өте жақсы, керемет. Ал енді ары қараймыз балалар. Енді кішкене мәлімет тыңдайық,
Su дейді. Адам өмірінде адам өмір сүруіндегі атрибуттың бірі. Сусыз өмір жоқ. Тірі және өлі табиғатта жүретін процестер мен құбылыстардың адам тіршілігіне жұмсалатын заттардың ішінде маңызы бар екен. Мысалыға, мұздарды, батпақтарды қоса есептегенде жер бетінің 77,5%-ын не алып жатыр екен бала? Су алып жатыр екен. Және су қорларында мұхит, теңіз, өзен, көл, жер асты сулары не болады екен? Еніп тікелей адамдармен, тіршілікпен қарым-қатынас болады екен. Қарым-қатынаста жасайды екенбіз. Тамаша балалар, енді бізде мына кітапқа қарайық. Кітапта 76 және 77 бетті қарайық. Балалар, осы жерде бізде судың тіршілігі үшін, бүгінгі сабақтан судың тіршілігі үшін маңызы туралы білеміз. Енді қараңдар, ауыз су дегенді қалай түсінеміз? Ауыз су. Иә, ол ауыз су, бізде ішетін су. Өзі дейді әлемде су қаншаға бөлінеді балалар? Қандай бұл? Ащы және ащы болып бөлінеді. Соны біз қайсысын пайдаланамыз? Ащы ішеміз ба? Қол көтеріп айтамыз. Жарайсыңдар. Тұщы су, не дейді мына жерге қараңдаршы? Жер бетінде ащы су көбірек кездеседі екен. Ал тұщы су одан аз екен. Яғни әр 100 литр ащы суға 2 литр ғана тұщы су келеді екен балалар, иә? Сол үшін біз кәдімгі өзіміздің ішіп жүрген ауыз суды не істеуіміз керек екен? Үнемдеуіміз қажет. Балалар, жақсы, өткен сабақта пайдалана отырып сендердің алдарыңдағы зертханалық жұмысты іске асырайықшы. Бірінші топта бізде судың қанша қасиеті бар еді балалар? Сол қасиеттерін анықтайықшы. Ол үшін бізге бірінші топ судың еріткіш қасиетін көрсетеді. Кім көрсетеді? Кел, Абылай. Абылай, келсей бір жағына келіп. Біреу айтып тұрамыз. Мынау қандай су балалар? Таза су. Таза суға не саламыз? Таза суға бір қасық тұз салдым. Оны мен араластырдым. Су мөлдір. Ол су не екен? Біздің? Яғни еріткіш екен. Суда тұз не істеді? Еріді. Сонда судың қандай қасиеті бар екен? Еріткіш. Ал енді Абылай сен қап салып көрейік. Абылайға бері ғой. Абылай? Мен суға қант салдым. Қант не істеді? Суда еріді. Судың қандай қасиетін анықтады? Судың еріткіш қасиетін анықтады. Дұрыс па балалар? Дұрыс болса 3 рет шапалақ ұрамыз. Керемет. Енді мен осы судың еріткіш қасиетін мына жерге жасырып қояйын, иә? Су қандай екен? Еріткіш екен. Тамаша. Келесі топ бізде нені көрсетеді? Судың мөлдір екенін көрсету керек екен. Кім көрсетеді бізде? Кән, кел жігет. Ал. Мен суға қасық салдым. Ол мөлдір болып көрініп тұр. Қасық бізге қалай көрініп тұр балалар? Ана көрініп тұр. Келесі суға мынаны салайықшы. Зейнеп, сен сала қойшы. Иә, магнит. Мен магнитті салдым. Оның түсі қандай магниттің? Магниттің түсі қара. Ал суда ол анық көрініп тұр ма? Иә, ол суда су мөлдір. Яғни судың қандай қасиетін анықтады? Мөлдір екенін білдік, иә? Оны қайда білдік? Міне, суда барлық зат не көрінеді екен? Анық көрінеді екен, мөлдір болғандықтан. Тамаша, екінші топқа 3 шапалақ. Ал келесі топта бізде не екен? Су пішінсіз дейді. Кім айтып көрсетеді? Ал. Су пішінсіз дейді. Мен суды 2 бокалға құйдым. Иә. Ол су пішінсіз болып көрінеді. Иә, бір бокалда қалай болып тұр? Мынада сопақша болып тұрса, ал мынада иә, қыр-қырымен көрініп тұр. Сонда судың қандай қасиетін анықтады? Пішінсіз, яғни сұйық зат екенін анықтады, иә? Тамаша, үшінші топқа 3 шапалақ. Керемет балалар, өте жақсы.
жақсы сабаққа қатысып жатырмыз. Келесі бізде 3-ші топта қандай еді балалар? Судың біз қандай қасиетін таптық? Ішімсіз және мөлдір қасиетін таптық. Керемет. Келесі топ бізде судың дәмсіз екенін анықтау керек екен. Судың дәмі бар ма? Жоқ. Дәмі жоқ. Бірақ су қаншаға бөлінеді деді жаңа? 2. Қандай болып бөлінеді? Енді мына жерге жаңағы бағынып екіншісі кел. Жанетте, сен бізге іс тәжірибе көрсетейін деп тұр. Қазір зерттеу жұмыстары қолғаптарын кет. Біреуінде суға кішкене тұз салдық, ащылау болдық. Екінші қазір өзіміздің ішіп жүрген суымыз дейді. Енді екеуінде қазір қыздар кір жуап, қайсысы жақсы көпіреді, тұщы қайсысы ащы екенін анықтап береді бізге. Biz kolumuzga appak ne kiydik? Kiyip alındık. Kulak kiydik. Neyse? Al, sabunun köpürüğünü göreyim. Kaysısında жақсы köpürüyor, kaysısında жақсы köpürmeyip. Onu қайдан anықтаймыз? Kim yaptı? Al, anықтайық. Судың көпіршіктерін байқаймыз. Ал, Талшын, не айтасың? Қайсысы? Ажыратшы, қайсысы жақсы көпіріп жатыр? Bunda тұщы су. Кімде тұщы су? Және кейде тұщы су, ал бағынуда ащы су. Себебі ащы судың дәмі жоқ. Жоқ, ащы суда не істеп жатыр сабын? Көпірмей жатыр. Міне, содан ажыратуға болады екен. Судың біз несін анықтадық бұл жерде? Дәмсіз болғанында да оның ащы, тұщы екенін дәлелдедік. Тамаша. Жарайсыңдар қыздар, керемет. Кәні 4-ші топқа 3 шапалақ. Жарайсыңдар. Енді бізде балалар яғни біз жаңа зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Бізде келесі балалар топтық жұмыс суды қалай үнемдеуге болады деген тапсырма бар. Енді осы жерде сендерге тапсырма беріледі. 1-ші топқа ауыз суды қолдануға жарнама жасаулары керек. Балалар, жарнама. Білесіңдер ғой, реклама. Яғни ауыз суды кімдер ішеді? Оны қалай сатуымыз керек? Және оның қандай пайдасы бар? Оны қалай үнемдеуіміз керек жайлы сендер жаңа не жасайсыңдар? Жарнама жасайсыңдар. 2-ші топ сендерге қандай тапсырма береді? 2-ші топқа судың тіршілік үшін маңызы қандай ереже құрастырасыңдар? Ереже судың тіршілік, яғни адамдар үшін, табиғат үшін қандай маңызы бар? Соған ереже құрастырасыңдар. 3-ші топқа су тіршілік көзі тақырыбында кішкене шағын көрініс дайындаудан керек. Оған дайындайсыңдар. Ал 4-ші топ егер жер бетінде су болмаса, жер бетінде тіршілік қалай өзгереді деген тақырыпқа сурет салады балалар. Ал сендерде 5 минут уақыт бастаймыз.